Бәріне достар, сіздермен бірге мен Айша. Жаңа видеома қош келдіңіздер. Және де бүгінгі видеода таңдаулардың адам өміріне деген маңызы туралы сөйлесетін боламыз. Ал кеттік. Адамның өмірі оның осы уақытқа дейін жасаған кішкентай да үлкен таңдауларынан тұрады. Мысалы, біз күнде таңертең жасайтын телефон қарай, немесе жұмысын жасай берейін дейтін таңдаудың өзі ертең біздің болашақта өзінің бір септігін тигізетін болады. Ал осы таңдаулар бізде мүмкіндіктерден тұрады. Кейбір адамдар сол мүмкіндікті жібермей пайдаланатын болса, ал кейбіреулері енді қорқып артқа шегінеді. Осы орайда мен соңғы Джордж Клейсонның Вавилондағы ең бай адам атты кітабын оқып жатқан едім. Сол кезде мен осындай бір қызықты шынымен де үзінді көріп қалдым. Сәттілік берілген мүмкіндікті жібермеуге тырысатын адамды күтетін сыңайлы дейді. Яғни шынымен де біз ойлаймыз ғой, кейде жолымыз болмайды, неге анау деп. Негізі мүмкін біз сол мүмкіндікті пайдаланбағандықтан бізді сәттілік біздің жолымыз болмайтын шығар мүмкін. Иә? Мүмкін. Сонымен қатар мынадай үзіндісі де бар. Өзіне байлық жинау үшін әрқашан алғашқы қадам жасалу керек. Әрине достар, кез келген өзінің арманына, мақсатына жету үшін әрине де ең қорқынышты, сондай қиын алғашқы қадамды міндетті түрде жасауымыз қажет. Осы кезде осы үшеуі мүмкіндікке, сәттілікке және де таңдауға тағы да төртінші зат қосылады. Ол тәуекел. Тәуекел әрине өте сондай қорқынышты, қиын зат негізі таңдағанға. Өйткені тәуекел еткен кезде сен алда сен не күтіп тұрғанын мүлдем білмейсің. Сол негізі көбінесе білесіздер ме, көбінесе осындай успешный адамдар, жетістікке жеткен адамдар ең басында білмесе де тәуекел жасаған. Қанша қорқып тұрса да, ладно, бастайыншы деген. Мен бұнымен не айтқым келіп тұр достар? Қанекей сіздер бүгін бір күн бойы өздеріңіздің жасап жатқан таңдауларыңызға, беріліп жатқан мүмкіндіктерге назар аударып қараңыздаршы. Мысалы, мүмкіндік қандай болуы мүмкін? Сіз көшеде кетіп бара жатасыз да, құрбыңызды кездестіріп қаласыз. Осы кетеді. Мен осындай кітап оқуатым өте қызықты, пайдалы келеді. Сіз деп мән бермесеңіз, ладно, кете бересіз. Бір мүмкіндік кетті уже. Түсіндіңіздер ме? Осы сияқты біздің өмірімізде кездесетін мүмкіндіктер өте көп. Тек біз соны әрине дұрыс таңдау жасап, тәуекел етіп, сол мүмкіндікті пайдалануымыз керек. Сол кезде сәттілік те біздің жағымызда болатын болады. Сондықтан да достар, ең бастысы бастау, сәттілік ол еңбек етіп, мүмкіндікті қалт жібермей пайдаланатын адамдарға келеді. Сондықтан да қанекей бүгіннен бастап осы бір күніңізде қандай мүмкіндіктер сізге келіп жатыр, қандай таңдаулар, соны ойланып таңдайық. Бәріне видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.